Бүгінде әлемдегі тарихы тереңде жатқан танымал тағамдардың бірі шоколад. Шоколад жаралы жүректі жазатын, ғашықтық дертті басатын қасиетке ие. Кезінде Америка ғұламалары осылай деген екен. Бүгінде Валерий Побединский 10 жылдан бері шоколадтан сан түрлі ерекше тәттілер жасап келеді. Мерекелерге арналған арнайы тәтті сыйлықтарды ерекше дизайнмен шығарады. Негізінен шоколад құймасын әзірлеу машақаты көп жұмыс. Түсі мен дәмі жағынан керекті өнімді алу үшін какао дәндері мен арнайы алынған шоколад кезектерін ерітеді. Оқу ұзаққа созылған жоқ. Бір аптадай ғана курс өттім. Кейін Алматыға оралған соң үйренгендерімді жұмыс барысында пысықтай түстім. Ең бастысы шоколадты әзірлеу барысында бірде-бір компонент мөлшерден артық не кем болмауы тиіс. Одан қалды қыздыру кезінде де от қызуы шамадан асып кетсе, тәттінің құрамы айтарлықтай өзгеріске ұшырайды. Технолог маман шикізаттың мөлшерін, температурасын есептеп алады. Одан кейін еріген шоколад құймасын қатыруға арналған арнайы пресс формаларға құяды. Біз қазір бельгиялық шоколадты қолданып жүрміз. Қазір оны ұзақ қайнатамыз. Шоколадтың бір бөлігін мәрмәр тақтаның үстіне қойып, суы бастасын деп тоқтаусыз араластырамыз. Ол Бельгиядан арнайы келген шоколад кесектерімен жұмыс жасайды. Оның құрамында какао майы, ұнтағы және қант бар. Шоколадтың тәтті болуы оны қыздырғанға байланысты болады. Шоколадтың температурасын минут сайын тексеріп отырады. Себебі өнімнің дәмі өзгеріп кетеді екен. Егер де шоколадқа бір тамшы су тиетін болса, қайтадан басқа шоколад кесектерін қолдануға тура келеді. Тіпті бұл тәттілер арнайы көрмелердің көркіне айналып та үлгерген. Нашей галереи мы приготовили приятный. Галереямызға келушілерге арнап сүйкімді шоколад тосынсы әзірледік. Олар кеңестік рәміздер түрінде жасалған және кеңес одағын еске түсіреді. Адамды баурап алатын тәттілердің денсаулыққа пайдасымен қатар зияны да бар. Бірақ шоколад шынымен де бірегей өнім. Дегенмен ағзаға пайдалы жемістерден көптеген дәмді тағамдар да жасауға болады. Соның бірі балмұздақ. Балалар біздің бабылған балмұздағымызды жақсы ұнатады, ал ересектер чизкейк, кілегейлі, құлпынай шоколад балмұздақтарын ұнатады. Балмұздақ адам ағзасына жеңіл шөлді басатын сіңімді тағам. Сүттен дайындалатын балмұздақта А, Б, Д, Е, ал жеміс-жидектен жасалған балмұздақта С дәрумендері мол болады. Ол дәмді әрі жоғары калориялы болып келеді. Айтпақшы, физиологтардың айтуынша шоколад пен балмұздақтағы хош иіс шипа болып табылады. Ол ашуланшақтықты басып, жүйке жүйені тыныштандырады.